Баршаңызға сәлем. Бүгінгі жұма қабыл болсын. Мектептен келе жатып, үйде 1 сағат уақытым бар ғой деп шелпек пісіруге кірісіп кеттім. Негізі 1 сағатта мен шелпек пісіріп үлгермейтін едім. Ақтөбенің вариантымен, өзімнің жасап жүрген рецебіммен жасасам, дәл осы рецептпен жасап көрейінші деп жүргеніме көп болды. Алдыңғы жолы құрбымның үйінде жеп көріп, өте қатты ұнап қалған. Әсіресе балаларымыз жақсы жеген болатын. Өте тез дайын болатын тесто. Тестаңызды дайындап 10 минуттай уақытқа қалдырасыз тындырып, одан кейін бірден жайып, бөліктерге бөліп, жайып алғаннан кейін пісіре қоясыздар. Әрі мен 1 сағаттың ішінде тестаны да жасап, видеоның рецебінде түсіріп сіздерге арнап, және де монтаждап та үлгердім, сенесіздер ме? Өте тез дайын болады, екі жағы бірден тез піседі. Және де бұл вариантты басқа өңірлерде негізі пісіріп жататын көретінмін, қызық көретінмін, қалай болады екен деп, өте дәмді болып шығады екен. Бұл шелпекті қай өңірлерде жасайды екен, астыға жазып кетсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады, маған қатты ұнап қалды. Енді әрдайым осы рецептпен жасайтын шығармын деп тұрмын. Вареньемен жесеңіздер енді өте дәмді болып шығады. Бұл рецепт маған қатты ұнады, сіздерде жасап көріңіз, ас болсын.